Мешіт тек қана құлшылық ғибадаттың орны емес қой, қоғамның жүрегі. Сол қоғамның жүрегі қалай соғып тұрғанын бірге тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Қанат имам, қалдарыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз Астана қаласының жүрегі бас мешітке келіп қалдық. Қасымызда республикалық бас мешіттің имамы Қанат Қоянбекұлы. Біз мешітті енді құлшылық ғибадаттың орны, мекені деп білеміз ғой. Алайда бұл мешіттің қоғамға басқа қандай атқарып жатқан қызметтері бар? Негізгі бұл мешіт салынған кезде жалпы тек қана құлшылық орны емес, мәдени, рухани, танымдық, ғылыми орталық ретінде салынған. Бүгінге дейін шамамен шетелден 90-ға жуық мемлекеттен қонақтар келді, оның ішінде ел басшылары, президенттер, премьер-министрлер. Бұл жерде үлкен музей жоспарланып жатыр. Мешіттің жаңа кіре салған кезде еденімен жүріп келе жатып таңқалып келе жатырмыз. Жып-жылы бойыңа жылу беріп тұрады. Жаз бойы қосып тұрасыздар ма еден жылуы? Иә, қыс жаз бойы бұл қосылып тұрады. Жалпы енді үлкен әлемдік, мысалы Мәсжидил Харам мешіті бар, Мединадағы мешіттер бар. Олардың барлығы мешіттің территориясына кірген кезде адамдар аяқ киімін мін шешеді, яғни қасиетті мекенге кіргенін білдіретін. Жалаң аяқ жүрген сізге жағымсыз болатын болса, осындай арнайы шұлық нәскилер бар. Нәски басамыз, төленді. Сканер етіп ақшасын төлегеннен кейін өзіңіздің таңдаған цифрыңызды басасыз, есті басасыз. Біріншіден аяғыңыз тайғанамайды, екіншіден жерді басқанда жағымсыз болмайды. Шығындарының барлығы мешіттің өзі ғана көтеріп жатыр ма, жоқ әлде бір рухани орталық ретінде бір мемлекеттің тарапынан бір төленіп көмек болып тұра ма, әлде қалай коммуналдық шығындар? Дін мемлекеттен бөлінгеннен кейін, діни ғимарат болғаннан кейін, бұл жердегі барлық шығындар мешіттің өзінің есебінде. Әлемдік тәжірибелерге қарап, мысалы Дубайдағы Шейх бен Заидтің мешіті бар, Түркиядағы үлкен мешіттер, коммерциялық орындар белгіленген. Ол жердегі түсімдердің барлығы мешіттің есебіне жүреді. Бізде де сол жолмен осы мешіттің өзінде астыңғы қабаттарында паркинг бар, арнайы машиналар 400-ден астам, және 134 метрлік туристік мұнара бар, асхана, мейрамханалар бар. Осылардың барлық түсімдері мешіттің осы ұсталуына жұмсалатын болады. Жалпы енді мешіт ішінде 130-ға жуық адам қызмет атқарады. Соның шамасы тек қана 15 адам бұл діни қызметкерлер. Тазалықтың өзінде де 30-ға жуық адам осы жерде әртүрлі ауысыммен жұмыс істеп жатады. Жалпы енді мешіттің территориясы 10 гектар болса, ал мешіттің ішкі көлемі 68.000 квадрат метр. Құрметті қалайық, біз қараңызшы, бір үйдің өзінің коммуналдық шығындарын төлеуге кейде қиналып жатамыз. Кейде мынандай бір алып қашып сөздер айтып жатамыз. Бұл шығындар қайда кетіп жатыр, түскен түсім қайда кетіп жатыр, немесе неге бұл жерді базар қылып жіберді, неге сауда орындары қылып жіберді деп. Бұнандай 68.000 шаршы метр ұстап тұру үшін бұл әлемдік тәжірибе, имам өзі айтқандай. Сол себепті ол нәрселерге үлкен көзқараспен кең түрде қарай білу керек. Діни басқармада осы қайырымдылық бағытына көп назар аударып жатады. Осы мешітіміз ашылғалы арнайы бас мешіттен өрнек тігін орталығы ашылған болатын. Бұл дін мен дәстүр бөлмесі. Осы жерде жалпы тұсаукесер, ұлттық біздің шараларымыз бар ғой, халыққа қайырымдылық дастарханын жаюға арналған жер болып табылады қосымша. Бәрекелді, керемет. Осы мынау қоршаулар, Қанат имам, неліктен тұрады осы мешітте? Айя София сияқты үлкен әлемдік мешіттердің тәжірибесі бойынша сол жерде арнайы осындай қоршаулар бар. Намаз оқыған кезде келушілердің кедергі жасамайтындай сондай ыңғайлы болу үшін. Адамдар енді кішкентай балаларымен келеді, кілемнің тазалығын, өзінің әдемілігін сақтап қалу үшін бұл қоршаулардың рөлі үлкен болып тұр. Мен байқаймын, қазіргі таңда мынау имамдық қызмет дегеннің өзі осы мешіттің имамдарына қарап отыратын болсақ, бұл тек қана бір діни қызметтерді атқарып жүрмеген сияқты. 1000-нан астам шәкірт осы жерде тәлім алуда, одан кейін келетін қонақтар, оларға гидтік қызметкерлер,
қызмет жасауда біздің негізгі мақсатымыз енді қуаныш пен қайғы кейде қатар жүріп қалады ғой. Мысалы жалпы қуанышта кішкентай балалар келді, оларға азан шақыру, балаларға байланысты тұсау кесу, кеңес беру орталықтары бар. Жалпы отбасылық немесе екі адамның бір-бірімен бір мәселеде түсінісе алмай қалған жағдайлары болатын болса, осы имамдардың арнайы оларды тыңдап, оларға сұрақтарына жауап беретін арнайы орын ашылған. Біраз жерлерінде мешіттерде болып жүрміз ғой. Мынау мешіттің аурасы бөлек. Оның ішіндегі жаңағы қаншама орталықтар құрылған. Бұл жердегі үлкен дүниелер өтіп жатқан. Бұл қарап тұратын болсақ, біздің еліміздің дінімізге бір қадам жақындағанның бір үлкен белгісі деп білеміз біз. Мешітке ашу-ыза, ауыр оймен келсең, мешіттен жеңілдеп шығуың керек. Себебі мешіт жүректерді жуатын орын. Бұл жүрегі мұсылманмын деп соққан барша адамзатқа арналған Алланың жер бетіндегі үйі. Бұл жерге әрқайсымыз үлес қосатын уақыт келді. Мешітке біраз сұрақ жүрегімізде күпті болып келгені рас. Имамның жауабын алып, мешіттің тыныс-тіршілігін көргеннен кейін біз мүлдем тәнті болдық. Бұл тек қана мешіт емес, бұл үлкен рухани орталық, қайырымдылықтың, мейірімділіктің мекені екендігіне куә болып қайтып бара жатырмыз. Аман, саулықта жүздескенше.